Qayerga ketyapsan? Tailandga. O'rtoqlar biz hech kimga indamasdan Tailandga boramiz. Hammaga O'zbekistonga qaytamiz deb. To'g'rimi? Xullas, borgandan ketmoqchi edik, ichim qizib ketdi. Ladies and gentlemen, welcome to Bangkok Suvarnabhumi International Airport. For your own safety, please. Xayrli kun barchangizga do'stlar, qalaysizlar? Kechagi жаңалықтан keyin storiesga chiqa olmay ketdik, to'g'risi vaqt bo'lmay ketdi. Telefon vaqt yo'q edi to'g'ri. Сол құттықтап жатқан жандарға көп-көп рахмет, Алла разы болсын. Екеселеп қайтсын өздеріңізге. Өте риза болып қалдым, кәдімгі күшті комментарияларды оқып. Рахмет шын жүректен. Сол бүгін тағы бір машина алып алдым. Жындадамыз. Плюс бір гараж, короче. Бірақ сол бүгін тойға баратырмыз, в общем. Күн ыстық. Тойотамен шығып кеттім бүгін. Қасымда Ораз бар. Осы жігіт таңдап берді, короче, машинаны. Негізі вообще бойым балам деп жүргем ғой мен. Өзім бойым жақсы көремін. Сол, короче, рахмет құттықтап жатқан жандарға. Ассалаумағалейкум. Келдік. Бүгін біз ұзын ағаштамыз. Камелот деген ресторан. Күшті, андай атмосферный ше. Адам ғой примерно. Бүгін бізде Қабдеш атамыздың 70 жас тойы және де Әлішер баламыздың сүндет тойы. Баласының аты Әлішер екен. Сүндет тойы десем. Сол. Сәттілік тілеп қойыңыздар. Дайымыз, короче. Андай жанып тұрмын, бүгін энергия күшті болып тұр, настроение. Жаңа ұйқым келіп жатыр ма? Жаңа ұйқым келіп жатқан. Нормально. Енді қазір бірақ қонақтар жиналамын дегенше шаршап қалатын сияқтымын. Сол, бағана жаздым ғой, августтың 16-сы, 21-і, 30-ы той болса звондаңыздар. Скидкамен адамдар алып үлгеріп отыр, сен де үлгеріп қал, так что. Не жерсіз. Түн баршаңызға. Жұмыстан келдік. Той күшті болды. Той риза болып, подарка беріп, сөйтіп құттықтап, короче, сондай болды. Видеосы болса салатын жарым примерно болса. Той елдер. Біледі ғой, короче. Сағат почти 3 болды. Ештеңе дей алмайсың. Аяқ астынан көже ішкім келді деп. Күнде ғой менгі? Күнде болса. Короче, сол екіқабат кезде 3, 4, 5 разница жоқ, короче. Жейм дейме болды. Ты должен сделать. Так что бойдақтар пока үйленбеңдер десек. Алдын айтам, күшті сезім ғой, зада. Кайф. Көжеше отырмыз, короче, сол. Жақсы болды, сала беретін болды қандай. Емді еркін. Ассалаумағалейкум, қалайсыздар, қайырлы күн баршаларыңызға. Енді сыртты айта алмаймын. Кәдімгі қатты ыстық болып жатыр. Қазір Шымкент, Алматы, осы оңтүстік жақтар. Бізде қазір Алматыда 41 градус көрсетіп тұр менде. Кімнің градусы қандай екенін білмеймін. Шымкент одан қатты болып тұрған шығар. И айтқым келетін мынау комментарий, 1000 комментарий жазған адамға сыйлығым бар дедім, оны бердім. 200 комментарий жазған адамға сыйлығым бар, оны бердім. Қазір бірнеше уақыттардан кейін тағы салам бір рилс. Сол жаққа 1001-ші болып комментарий жазған адамға тағы да ақшалай сыйлық бар. Уайымдамаңыздар. Давайте. Айтып қойын дегем, 1001-ші комментарий әдем болатын сияқты, или 1111-ші ма. Қазір рилс салған кезде нақты айтып жіберем, иә. Бірақ андай не істемеңіздер, бір адам оны жаза бермесін. Или разница жоқ, короче. Сол қазір бір сағаттарда саламыз рилсты. Қытаянға. Бүгін кештірді ғой. Не үшін кештірдік? Өте бұқанды ғой, екі бұқанды. Қытаян қайтты. Біздің қатын айтқандай, бүгін демалыс. Добро пожаловать, меня зовут Кью. Вы Қытаянка? Да, Қытаянка. А вы кто? Изумительное имя Қытаянка. Бүгін кештірді ғой. Не үшін кештірдік? Өте бұқанды ғой, екі бұқанды. Қытаян қайтты. Біздің қатын айтқандай, бүгін демалыс. Реально ыстық болып тұр Алматыда. 37 градус дейді. Маған шықпай қойғанда жинау камерасының жекесінде. Ол
үйден шықпай жатқан шығарсың. Держитесь левее. Доброе утро, қалайсыңдар достар? Қайырлы таң. Біз деген бүгін магазинде болдық. Суббота. Қазір уже воскресенье ғой. Сол магазинде болдық. Қазір, как обычно, таңға жуық шығып, армандап, арманымызды айтып, я қайдасың? Қақтасың? Арманымызды айтып, армандап, я? Қазір таңға жуық магазинге келген кезде таңертең шығып, армандап сөйтіп жүреміз әйтеуір. Рахаттанып, қалай өтеді? Қалай өтеді вообще? Қалай жүре берсей? Сол, ауа райы күшті. Бүгін тағы ыстық болайын деп тұр. Бүгін бұйырса бір-екі жерге жұмысыма барып, кешке қарай однокласстармен кездесуге барамын.